Сәлем достар, микрофонда Есенбеков Құрбан. Сонау бір заманда қалып кеткен 10-шы класстың сабақтарын жалғастырайық. Мүмкін уақыт болып жатса, арасында теорияларды айтып өтетін боламыз. 10-шы класс Python информатика рекурсия сабағымен аяқталған екен. Бізде 3-5 сол кезде бүкіл сабақты рекурсияға арнаған екенбіз. Бүгін соның практикасына келіп тоқтаған екенбіз. Видеоның соңында уәде беріппін былай деп. Видеоның соңына дейін көріңіздер, келесі видеоны міндетті түрде тамашалаңыздар деппін да, бірақ бастамаппын сол видеоны. Ал енді бүгінгі видеода осы мысалдағы есептерді қарастырайық бірнеше жолдармен. Бірінші тапсырма факториал. Берілген n натурал санның рекурсия көмегімен факториалын тап дейді. Енді бізге түсінікті болу үшін кітаптағы есепті бірнеше жолмен түсіндірейік. Бірінші факториалды қарапайым for операторымен тауып алайық. n тең int input бір сан енгізіледі. Сөйтеміз s тең 1-ге деп аламыз. Ол көбейту үшін. Факториал деген n-ге дейінгі сандардың бір-біріне көбейтіндісі. For I in range 1-ден n плюс 1-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі s равно s жұлдызша равно көбейтілген I print s. Яғни 5 деген санның факториалы 120. Бірақ бізде кітапта 6-ны 120 депті, 6-ның факториалы әрине 120 емес. Бұл бізде қарапайым for оператормен шыққан. Енді осы есепті рекурсиямен шығарайық. Есеп негізінде оңай. Рекурсияда алдыңғы видеоларды естеріңізде болса, рекурсияны біз бүйтіп айтқан болатынбыз. Рекурсияны қалай тоқтату керек екенін білуіміз керек. Рекурсия артынан бастайды. Егер мен 5 деп берсем, ол 1-ге дейін кему керек. 1-ге келетін болса, 1 өз-өзін қайтарады. Сонда def санау n деген сан берем. Сразу тоқтату жазамыз. Егер n кіші немесе тең болатын болса 1-ге, онда қайтарамын return 1-ді қайтарам. Әйтпесе n өз-өзіне көбейтіледі артқа қарап жылжу арқылы. Return n көбейтілген қайтадан саны өз-өзін шақырады, бірақ артқа қарап қайтады. n-1. Болды. Сонда 5 ол 1-ден кіші емес, өзіне көбейтіледі. 4 өзіне көбейтіледі. 3, 2, 1, одан кейін программа 1-ге барғанда тоқтайды. Print. Яғни бұл forсыз шығып жатыр. Санауды шақырам. 5 деген санды берем. Қазір 120 шығу керек. 120. Мінекей бірінші есептің, хотя бізден рекурсиямен сұраған, біз бірінші формен шығардық. Одан кейін барып рекурсиямен шығардық. Келесі есеп қосынды дейді. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі мен айырмасы берілген. Осы прогрессияның n-ші мүшесі мен прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын тап дейді. Прогрессияның бірінші мүшесі 2, айырымы 2-ге тең. Мен математик емеспін, но түсінетін болса былай екен. A1 ол 2-ден басталған. 5 элемент бар. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Яғни общий 5 элемент бар. Каждый элементтің шағы 2-ге тең. 2-2 қосамыз 4. Одан кейін 2-ге қосамыз 6, одан кейін 2-ге қосамыз 8, одан кейін 10. Демек, қызылмен белгілейік. 5-ші элементі менің 10-ға тең. Общий суммасы 10, 6-ға 4-ті қоссақ 10, 8-ге 2-ні қоссақ 10, сонымен s тең 30 болады. Сонда есепте шығатын мән ол 5-ші элементі менің 10-ға тең, общий суммасы 30-ға тең. Есептің шарқына қараймыз. 5-ші мүшесі 10-ға тең, қосындысы 30-ға тең, n 5-ге тең. Демек, A1 ол бірінші мәні, d ол бізде берілетін шаг. Сонда A1 тең 2-ге, d тең 2-ге. n тең int input. Пока формен шығарайық. For I in range n-ға дейін. S деген переменный бере салайын. Жинау үшін s тең 0-ге. Сонда s плюс равно A1 қосылған I көбейтілген d ғой, қателеспесем. Print қосынды
қосынды двоеточие өтір s-та тексереміз. 5 деген сан береміз. Қосындысы 30. Қосынды 30 деген шықты. Енді бізге нені сұрап жатыр? 5-ші мүшесі тең 10-ға дейді. 5-ші мүшені ашып қарайтын болсақ, бізде каждый 2 мен жүреді. 2, 2, 2, 2, 2. Бәрін қосындысы 10. Демек ол А1-ді де өзара қоссақ, немесе D-ны да өзара қосатын болсақ, онда 10 шығады. Демек тағы бір переменный аламыз. S1 тең 0-ге. S1 плюс равно. A1-ді қоса салайық. Давайте D-ны қоса салайық. Экранға шығарамыз. Print n мүшесі тең өтір S1-де. F5, окей. 5-ші мүшесі 10-ға тең, қосындысы 30-ға тең. Бұл бізде for операторымен шықты. Арифметика прогрессияның бірінші мүшесі. Немен шығару керектігі айтылмаған, яғни рекурсиямен шығар демеген, бірақ біз осыны енді рекурсияға салып көреміз. Мынау тұра берсін. Рекурсияға def санау деп берейік. Рет-ретмен беретін болса мен A1-ді берем, A-ны берем, D-ны берем клавиатурадан и N-ді берем. То же самый N-мен тоқтатам, өйткені N жоғардан N 5, 4, 3, 2, 1. 1-мен тоқтайды. Егер N менше равно 1-ге болатын болса, қайтарамыз, A-ны қайтарамыз. A деген не еді? Ол бізде 2-ге тең. Өйткені бізде жаңағы paint ашатын болсақ, бәрібір ол немен басталады? A деген 2-мен басталады. Сол үшін оны A-ға тең деп аламыз. Әйтпесе, енді осы жерде проблема. Return плюс D деп жазған себебім, жаңа мына жерде байқағанымыздай, for'да мен D-ны есептедім, бұл біздегі общий сумманы табу үшін. Сонда N A өтір D өтір N минус 1-ді қосамыз D-ға. Логично ол. Print. Қате шықса қазір еттейміз. Санауға по порядку беріп шығамыз. 2 өтір 2 өтір 5. Мынаны комментарий қаламыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. F5, окей. Здрасте. Ошибка. Return санау еді ғой. 10 шықты. Жалпы 10 пайда болды. Мынау n-ші мүшесіміз пайда болды. Оны жаза салу оңай. Printқа n-ші мүшесі, n-ді қолдан бере салайық. n тең int input. Мына жерге n дейміз. Printқа былай деп жазамыз. n өтір сызықша мүшесі өтір F5, окей. 5-ті береміз. 5-ші мүшесі 10-ға тең. Енді не қалды? Суммасы қалды. Оны отдельно шығарайық. Санауға ыңғайлы болсын. Пока мен 10-ды таптым. Ctrl-C. Комментарий алайық. Мынаны өшіре тұрайық. Жалпы жоғарда кодты өшіре салсақ та болады екен, чтобы программа дұрыс көріну үшін. Ctrl-V. Енді бізге не қалды? Общий суммасын табу қалды. Общий суммасын табу үшін отдельно бір формула бар. Қосамыз. Так, мен жаңа эксперимент жасағам. Сол эксперимент деген айта салайын. Эксперименттен былай деп жазыппын. D-ны алып тастайды екен. Қосамын. Жақша. A қосылған. Жақша. n-1 көбейтілген D болды. Ол бізде общий суммасын тауып береді екен. 5 деген санды берем. Қосындысы. Кітапты қарайық. Қосындысы деген ба? Қосындысы тең 30. Қосындысы тең. Просто қосындысы. F5. 5. Қосындысы 30-ға тең дейді. Осымен біз қосындыны
факториалды таптық. Енді уақыт деген есепті қарастырайық. Берілген сағат, минут, секундқа қарап, тәулік басынан неше секунд уақыт өткенін табатын программа жазды. Бір жұлдызшалы, бірақ немен жазу керектігі айтылған жоқ. Сол үшін біз бірнеше жолмен жазайық. HMS сағатты, минутты, секундты қолдан енгіземіз. HMS тең map int үтір input нүкте split printқа жаза салайық. бір сағатта қанша секунд бар? H көбейтілген 3600 қосылған M көбейтілген 60 қосылған S. Яғни бір сағатта 3600 көбейтсек секунд шығады, минутта 60-ға көбейтсек секунд шығады, секундтың өзін қосатын болса общий секунд шығады. 2 сағат 30 минут 40 секунд, 2 сағат 30 минут 40 секундта 90.040 секунд бар. Мінекей жауаппен сәйкес келіп тұр. Енді екінші осы есепті функциямен шығарайық. Дәл осылай жазамыз функцияға да. Def кез келген атау, мен де санау деп бере салайын. HMS сөйтемізді. Global S тең 0-ге. S тең H көбейтілген 3600 қосылған M көбейтілген 60 қосылған S return S print санауға жаза саламыз. 2 сағат 30 минут үтірмен, 2 сағат 30 минут 40 секунд дейміз. F5, окей. Global S. Переменный 2 болып қалды ғой. TT. Ошибка. F5, окей. 90.040 секунд шықты. Келесі анықтау дейді. Төменде берген программалардың қызметін анықтаңдар. Егер программада мына санды болса, бұл программада қандай нәтиже берген болар еді дейді. Өздеріңіз жазып көре саласыздар, бұл өте оңай. Мен шығарылатын есептердің барлығын заранее мен блокнотқа жазып, эксперимент жасап көрдім. Себебі олай жасамай дайындықсыз видео түсіру маған да өте қиын. Келесі сабақта біз сіздермен жолдармен жұмыс істеу, жолдық функциялармен танысамыз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болатын болса, комментарийге қалдырыңыздар. Әрине біліп жатсақ жауап береміз.